Ары қарай жалғастырайық. Тоқтың бағыттарын қойып болғаннан кейін Киргофтың заңдарына келеміз. Бізде электр техникасында Ом заңы деген ұғым бар. Ом заңы И тең У бөлінген Р. Ал Киргофтың заңы, сонымен қатар Киргофтың заңы бар. Киргофтың екі заңы. Бірінші заңы түйіндегі тоқтардың қосындысы нольға тең. Екінші заңы контурдағы электр қозғаушы күштердің қосындысы сол контурдағы кернеулердің қосындысына тең. Біз қазір схемаға қараймыз да Киргофтың бірінші және екінші заңына теңдеулер жүйесін құрамыз. Бірінші заңға келейік. Киргофтың бірінші заңын құру үшін біз ең бірінші түйіндерді санап аламыз. Бізде 4 түйін. Бірінші заңына түйіннен бірді алып тастағанда бізде 3 болады. 4 түйіннен бірді алып тастағанда кез келген 3 түйінге Киргофтың бірінші заңын құру жеткілікті. Сонда біз 1, 2, 3 деген түйіндерді алдық. Енді солардағы мысалы бірінші түйінде бізде 3 тармақ түйісіп жатыр. Мына тармақта И3 тоғы, мына тармақта И4 тоғы, мына тармақта И6 тоғы. Соны мына бірінші түйінге қатысты жазамыз. И3, И4, И6. Енді осыларды нольға теңестіреміз. Алдындағы таңбаларын қойып шығамыз. Түйінге егер тоғымыз түйіннен сыртқа қарай бағытталып тұрса минуспен аласыңдар, түйінге қарай бағытталса плюспен аламыз. Сонда бізде И3-іміз, И4-іміз, И6-іміз барлығы түйіннен сыртқа қарай бағытталып тұр. Бұл бәрі, сонда бұл ережеге сай емес. Мен бағана сендерге айтқам, бізде барлық тоқ түйіннен сыртқа шығып жатпау керек. Сол себептен И4-тің бағытын өзгертеміз. Мына жерде И4-тің, сонда осындай жағдай болса, міндетті түрде тоқтың бір тоқты өзгертіп қою керексіңдер. Желательно электр қозғаушы күш жоқ тармақтың тоғын өзгерту қажет. Келесі екінші түйінге қараймыз. Екінші түйінде бізде И3, И2, И1 деген тоқтар байланысып жатыр, шығып жатыр. И3 2-ге бағытталып тұр, И2 2-ден сыртқа қарай шығып жатыр, И1 2-ге бағытталып тұр. Сонда И3 оң таңбалы болады, И1 оң таңбалы, И2 теріс таңбалы болады. Міне И1, И2, И3. 2 оң таңбалы, И2 теріс таңбалы тең 0 дейміз. Келесі үшінші түйін. Үшінші түйінді И4, И2, И5 тексерейік. Үшінші түйін И4, И2, И5. И2 мен И4 оң таңбалы, үшінші түйінге бағытталып тұр. И2 мен И4 оң таңбалы. Мына жерде мынау теріс таңбалы болып тұрған себебі, бұл жерде біз тоқтың бағытын бағана былай ауыстырғанбыз. Тоқтың бағыты мына жерде ауысып тұр, сондықтан ол теріс таңбамен көрсетіліп тұр. И5 теріс таңба тең болады 0. Сонда мына жерді қазір есептегенде жөндеп қою керек. Мынау бізде оң таңбалы болады, себебі теріс таңбалы болады. Уже міне өзгертіліп тұр, И4 сыртқа бағытталып тұр. Міне И4-ті біз бағана былай қарай ауыстырғанбыз. Сондықтан сыртқа бағытталып тұр. Енді нольға теңестірдік. Келесі Киргофтың екінші заңы. Екінші заңында контурға қараймыз. Бізде схемада 3 контур бар. Міне бірінші контур, екінші контур, үшінші контур. Сонген оларды рим әріптерімен 1, 2, 3 деп белгілейміз. Бірінші контурға назар аударайық. Онда бізде 3 кедергі бар. R3, R2, R4. Неше кедергі бар? Сонша кернеу болады. Әр кедергіні өзінің тоғына көбейтсек кернеу пайда болады. Сонда R3 көбейту I3, R2 көбейту I2, R4 көбейту I4 деп жазып аламыз. Міне R3, R2, R4. Оны теңестіреміз осы контурдағы электр қозғаушы күшке. Электр қозғаушы күшке теңестірдік. Енді алдындағы таңбаларын қойып шығамыз. Оны қою үшін осы контурға сағат тілмен бағыттас ойша бағыт қойып аламыз. Ол контур тоғының бағыты. Қалған осы контурдағы тоқтардың бағыттарын бәрін осы контурдың бағытымен салыстырып шығасыңдар. Егер бағыттас болса, онда мына кернеулердің алдына плюс қойып шығасыңдар. Электр қозғаушы күшті тоже салыстырамыз. Электр қозғаушы күш осы контурдың тоғы сағат тілмен бағыттас, значит оның да 6 плюс болады. Дәл осылай қалған тармақтарды қарап шығамыз. Келесі лекцияда.